Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз әжемнің айраны тәтті. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Дәмді айран. Вкусный кефир. Ас болсын, приятного аппетита. Дәмді айран, ас болсын. Енді жіктік жалғауына назар аударайық. Личное окончание. Мен айран ішемін. Сен айран ішесің. Сіз айран ішесіз. Ол айран ішеді. Мен айран ішемін. Я пью кефир. Ішемін деген сөзді дұрыс айтамыз. Дұрыс айт. Ішемін. Ішемін. Бұл айран. Айран қандай екен? Айран дәмді. Айран түсі қандай? Дәмді айран. Ақ айран. Және ол әжемнің дәмді айраны. Жақсы. Тыңдалым, айтылым, оқылым тапсырмасына кезекпейік. Суретке қарайық балалар. Суретте нені көріп тұрмыз? Әлібек, құлыным, айран ішесің бе? Әлібек айтады: "Иә, әже, айран ішемін." Міне құлыным, Әлібек айтады: "Айран өте дәмді. Рахмет, әже." Әжесі: "Ас болсын, құлыным." Әжесі мен Әлібектің арасындағы диалог. Әжемнің айраны тәтті, әжемнің айраны дәмді. Өзіміз оқимыз. Балалар, суретке назар аударайық. Әжесінің айраны қандай екен? Әжесінің айраны дәмді, әжесінің айраны тәтті. Әлібек не істейді? Что делает Әлібек? Әлібек дәмді айран ішеді. Суретте Әлібектің әжесі бар. Әлібектің атасы домбыра тартады. Енді өзіміз оқимыз. Теперь прочитаем сами. Айтылым тапсырмасы. Әр қатардағы артық сөзді тап. Себебін айт. Назар аударамыз. Айран, сүт, алмабақ. Артық сөздер. Қайсы екен бұл жерде? Алмабақ. Әрине. Лақ, қозы, дәптер. Үй жануарлары. Бұл жерде артық сөз дәптер екен. Ата, әже, шарбақ. Ата, әже, отбасы мүшелері, член семьи. Шарбақ, забор. Бұл жерде артық сөз шарбақ деген сөз екен. Ақ, қызыл, үй. Артық сөз үй деген сөз. Жақсы балалар. Ендеше артық сөздеріміз бірінші қатарда алмабақ, екінші қатары дәптер, шарбақ және үй деген сөздер. Жарайсыңдар балалар. Жазылым тапсырмасына назар аударайық. Суреттерге қарап, сөйлемдерді аяқтап жаз. Мына суреттерді қолдана отырып, сөйлем құрастырамыз. Және сөйлемдерді аяқтаймыз. Дополните предложение. Мен не істеймін? Мен дәмді айран ішемін. Мысал үшін. Сен айран ішесің бе? Мен айран ішемін. Айран дәмді. Ас болсын, құлыным. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.